Саламатсыздар ма студенттер? Сіздерге осындай хабарды, мінекей ссылкаларды сіздердің кураторларыңыз сіздерге жіберу керек WhatsApp-қа. Осы ссылканы сіздер компьютермен ашып аласыздар міндетті түрде. Мінекей мен біріншісін көшіріп алдым да браузерге қоямын. Бірінші біз курсқа тіркелу үшін осы сайттан аккаунт ашып керек. Huawei аккаунт. Міндетті түрде мінекей Huawei ID логин болу керек сіздерде. Регистрға өтеміз. Мен қазір өзімнің почтамен тіркелем. Gmail почтамен. Email таңдаймын. Бізде country Қазақстан. Так, бұл жерде бізде почтамыз кетеді. Сосын get код басамыз. Бір рет басқаннан кейін күтіп тұрасыздар. Өйткені басқаннан кейін қазір осы жерге капча шығады, мінекей шықты. Неге сәйкестендіреміз, пазл жинаймыз. Сосын жібереміз. Мінекей код кетті дейді қазір. 10 минутта ішінде бару керек. Мен почтамды ашам, мінекей уже келіп тұр Huawei'дан. Осы цифрды көшіріп алдым. Email кодқа қоям. Дұрыс дейді. Сосын парольді 2 рет жазам. Парольді міндетті түрде жазған кезде ұмытып қалмаңыздар. Сосын туылған жылы. Отырып қойсам. Сосын регистр деп басамыз. Agree деп таңдаймыз. Номер телефонымызды енгіземіз. Қазір номер телефоны код келеді. Келді. Күтеміз, мінекей жүріп жатыр. Егерде пошталарыңызға келмейтін болса, міндетті түрде спамды қараңыздар. Мінекей спамды мінерде. Кей кезде спамға түсіп қалуы мүмкін. Біз регистрация өттік. Енді қазір Huawei сайты ашылады. Осы жерге галочка қоямыз, 2 рет. Agree and continue деп басамыз. Содан кейін міндетті түрде қазір аты жөнімізді өзгертуіміз керек. Мінекей, галочка қойсыз, agree деп басасыздар. Мына жерге регистрация өтпейміз. Мына жерден әлі біздің аты жөніміз дұрыс емес. Мінекей, мерден барамызда екінші қадам біздің фиомызды өзгертеміз. My informationға барамыз. Сол жерден last name and first name көрдіңіздер ме? Қазір сіздер регистрация өтсеңіздер, курсқа регистрация жүрсеңіздер, сіздердің аты жөндеріңіз осындай болады. Ал бұл өз кезегінде сіздің сертификат алған кезде аты жөніңіз осылай тұрады. Яғни дәлелдей алмайсыздар, өйткені менің бұның сертификатым деп. Өзгерту үшін edit'ті басамыз. Мінекей мынерде қызыл кнопка. Неге last name бізде фамилиямыз болады. Міндетті түрде ағылшынша жазамыз. Неге first name бізде атымыз. Бастандым. Так. Міндетті түрде мынада жұлдызша тұрған, қызыл жұлдызша тұрғандарды міндетті түрде толтырып шығамыз. Неге номер телефон бізде сұрап тұрған жоқ. Сосын save дейміз.
жасыл галочка шығу керек сіздерде. Сосын қараймыз. Last name мен first name өзгерді ме екен? Бұл ең маңызды қадам. Оны істемей, сіздер курсқа өте алмайсыздар. Сосын курсқа барасыздар да, мінекей. Осы жерден registration'ды басасыздар. Фон номеріне термеге қоюға болады, өйткені бұл жерде қызыл жұлдызша жоқ. Мажорға мысалы сіздердің группаларын жазасыздар. Мысалы ITR 23 311 10. Классқа курс жазасыздар. Мысалы 3-ші курс. Студент ID-ға иін жазуға болады, немесе неңіздің пропусктың номерін жазуға болады. Enrollment-қа қай жылы курсқа емес, курсқа ят. Қай жылы бірінші курсқа түстіңіздер? Мысалы, так, сентябрь дейік. Graduation бұл оқуды аяқтайтын жылымыз. Мысалы, мен осы қоя салам. Яғни, бірінші enrollment, ол бізде оқуға түскен жылымыз, graduation, бұл оқуды бітіретін жылымыз. I have дейізді галочка қоясыз, сосын OK деп басасыз. Сосын біраз күтесіз, қараңыз. Бұл жерде pending деп тұрады. Администратор сізді курсқа қосу керек. Администраторын қабылдағанын күтеміз. Мен өз кезегімде, мен қазір өзім администратормын. Соткамен кіріп, өз-өзімді қабылдайын. Сосын міндетті түрде рабочий почталарыңыз болу керек. Каждый кірген сайын, мысалы сайтқа кірген сайын, сол почтаға сіздерге код келеді. Сол кодты енгізу арқылы сізді ары қарай өтесіздер. Администратор сіздерді 1 сағаттың көлемінде, немесе 5-10 минуттың көлемінде курсқа қабылдау мүмкін. Жұмыс уақыты болса тез болады, ал жұмыс уақыты емес болса, ол кішкене созылып кетеді. Так, мен администратор қабылдады. Қабылдағаннан кейін мен на страницаға обновление жүргіземін. Мінекей. Обновление жүргізгеннен кейін менде registration деген кнопкамыз start learning деп өзгереді. Start learning басамыз. Шамал күтеміз. Бұл страница көбірек загрузка болады. Өйткені бұл бізде курстың описаниясы. Қандай курс, контент. Бұл жерде мына кнопканы басамыз. Enroll деген. Басқаннан кейін бізде ол курсты ашады. Бізде бұл жерде 7 тақырып. Міндетті түрде барлық 7 тақырыпты сізде көріп шығуыңыз керек. Нерде мына галочкалар тұр, көрдіңіздер ме? Мына прогресстер. Осы прогресс сіздерде болу керек. Мысалы, мынау completed деген ең маңызды нәрсе. Ол completed сіздерде 90 немесе 100% болу керек. Сол кезде қана сіз қорытынды емтиханға өте аласыздар. Сосын ғана сіздерге сертификат береді. Барлық курсты видеоларды көріп болғаннан кейін. Егер де completed сіздерде 30-40% болып, сіз қорытынды емтиханға өтіп кетсеңіздер осылай start деп. Ол кезде сіздерге, бірақ бұл жерден емтиханын өтесіздер, бірақ сіздерге сертификат бермейді. Өйткені сіз мына барлығын көріп шыққан жоқсыз. Просто сайт сізге сертификат бермейді. Міндетті түрде каждыйын ашып, көріп шығуларыңыз керек. Көріңіз, менде қазір 9% бол. Барлығын осылай. Біткеннен кейін қараңыздар, мынау. Біткеннен кейін бізде ол жерде галочка болу керек.
жазып күтейік. Неге көріңіздер ме? Галочка болды. Осылай барлығын көріп шығасыздар, сосын ғана емтиханға өтесіздер. Емтихан тапсырып болғаннан кейін сертификатты қайдан қараймын десеңіздер, сертификат мына жерде болады. User центрға кіресіз. My Certificate деген бөлімге барасыз. Осы жерден Course Certificate'ға барасыз. Сертификат осы жерде болады сіздерде. Осы жерден жүктей аласыз, және қарай да аласыз. Ең маңыздысы, мысалы, сіздер My Information Field-ды өзгерттім, бірақ мына атау неге өзгермейді десеңіздер, бұл атау солай тұрады. Ол өзгермейді.